Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Али. Мен қазір Сакария қаласында, Түркия мемлекетінде дін социологиясы алабында докторантура студентімін. Уже Сакарияға, Турцияға келгеніме 3 жылдан астам уақыт болды. Сол осы 2016 жылдан бері осы жақтамыз. Сакарияда оқып жатқаныңыз қандай артықшылықтары бар, жақсы тұстарын салыстырып айтып жүрсеңіз студенттерге? Сакарияның ең бірінші мысалы келгенде байқаған нәрсем бұл жерде көбінесе Европаға географиялық тұрғыдан жақын болғаннан кейін менталитетте Европаға жақын. Жүйесі барлығы өте жақсы жасалған. Ең бірінші байқаған нәрсем ол кітапханасы. Кітапханасында мысалы ондай көп бізде Қазақстанда мен байқағанымдай Қазақстандағыдай библиотекарлар жоқ, ондай көп емес, бірақ адамдар өзі компьютермен кітаптарды алып үйіне бара береді. Яғни міндетті түрде библиотека кітапханашыға барып тіркеу қажет емес, кезекте тұру қажет емес. Жай өзін еркін алып жүре бересің. Ең бастысы штрих-код бар, сонымен өткізесің. Болды. Сол ең негізгі маңызды және ең ерекше болып көрінген нәрсе маған сол кітапхана. Яғни бүкіл студенттердің баратын жері кітапхана болғаннан кейін мен ойлаймын ең маңыздысы сол нәрсе деп. Сізге бұл университет не бере алды? Бұл университет маған көп нәрсе бере алды. Мысалы 3 жылдан бері мен екі тілді жетік түрде меңгере алдым. Бірінші енді әрине түрік тілін өзім еркін қолдана аламын. Және өзім бұрыннан бері білген шын тілімді жетілдіре алдым осы жерде. Өйткені қазір өзіңіз білесіздер, мен Түркия бурслары деген бағдарламамен келіп отырмын. Осы бағдарламамен мемлекет дүние жүзінің түкпір-түкпірінен көптеген студенттер келіп жатыр. Солардың арқасында мысалы солармен ең бірінші түрік тілін білмей тұрып, ағылшын тілін қолданып, ағылшын тілін жетілдіруге бір септігін тигізді десем болады. Студенттік өмір десем өте көп нәрсе бар. Мысалы ең біріншісі ол ішкі туризм өте қатты дамыған. Осы Турцияда әсіресе халықаралық студенттерге әр университет айына бір десек болады, айына бір рет басқа қалаларға, мысалы Турцияның барлық басқа жерлеріне қыдыруға тегін немесе 50% жеңілдіктермен осындай бір ұсыныс жасайды. Бізді әрине қуана қабылдап, көптеген мысалы 3 жылдан бері бір 10 шақты, өтірік айтпасам, бір 10 шақты қалаларына барып қайтқан шығармын. Өйткені осы жеңілдіктерді қолдана отырып. Және екінші нәрсе ол осы жақтағы Сакария қаласында, әсіресе Сакария қаласындағы қазақ қауымдастығының ұжымының қатты, яғни бірлігі. Өйткені келгеннен бастап әр бір қандай да мейрам болсын, әсіресе 16 желтоқсан мен 22 наурыз міндетті түрде аталып өтеді осы жақта. Және міндетті түрде қазақтар бір қазақ студенттерінің үйінде жиналамыз ба, немесе басқа да бір мейрамхана, кафеде жиналамыз ба, әрқашанда осылай дастархан жайып, мысалы болса бешбармақ пісіріп, осылай мейрамдарды бірге өткіземіз. Сол екінші жағы ұнаған нәрсе. Ең қатты студенттік өмірінің оқудан тыс активити дейді ғой, сол жағы өте маған ұнады. Мысалы мен бакалавр 4 жыл және магистр 2 жыл Евразия ұлттық университетінде бітірдім. Сол жақтағы білім беру жүйесімен осы жақтағы білім беру жүйесін салыстыра кетсек, ешқай жерде жамандағым келмейді, бірақ сонда да ақиқатты айту керек. Біз жақта да жақсы жақтары бар, осы жақта да жақсы жаман жақтары бар. Бірақ бір нәрсе, бұл жақта профессорлардың саны бізбен салыстырғанда өте көп. Яғни әр кірген мұғалім болсын, барлығының дәрежесі. Жай ғана мысалы сізді магистратура бітірген, бізде мысалы магистратура бітіріп сабақ бере алсам, бұл жақта ондай нәрсе емес. Яғни сабақ беретін шығар, бірақ мен келген сабақтарға әрдайым профессорлармен ғана кездестім. Екінші нәрсе, бұл жерде біздікінде білмеймін, жақсы жақ па, жаман жақ па, бірақ ағай, апай деген нәрсе жоқ. Ағай деп, ағай қойыншы, апай қойыншы деп ешкімге айта алмайсың бұл жерде. Өзінің істеген еңбегіне, еткен жұмысына байланысты ғана әділетті түрде бағамдаласың. Ал бір кемшілік десем болмайды, бірақ соңғы мысалы мен магистр оқу жүргенде Евразия ұлттық университетінде шет елдерден көптеген ұстаздар шақырылып жатты. Сол бір жақсы нәрсесі сол. Өйткені көптеген
студенттер, көптеген студенттер, мысалы мүмкіндігі жоқ студенттер, шетелге бара алмайтын студенттер сол жерде өзі жаңағы шетелден келген профессорлардан білім ала алады да. Ал мына жақта мысалы ұзақ жол жүру керексің, алыс сапарға шығу керексің, ондай көбінесе бола бермейді. Сол үшін сол нәрсе Қазақстанда жақсы дамып жатыр деп айта аламын.